Сәлем достар, біз бүгін клубнично-банановый смузи жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай ыдысымызға бананымызды салып, оның үстінен клубникамызды саламыз. Менде замороженный клубника болды, бірақ өздеріңіз білесіздер, жай ғана свежий клубниканы да қолдансаңыздар болады. Кейіннен клубникаларымызды салып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша мед қосасыздар. Мен бір 3 қасықтай мед қостым. Бұл енді әркімнің өзінің желаниясы бойынша. Кейіннен осылай 1 стакан сүтімізді ыдысымызға құямыз. Сүтімізді қосып болғаннан кейін блендердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз, қыздар. Смузиіміз дайын болғаннан кейін осылай стакандарға әдемілеп құйып шығатын боламыз. Мен бұл жерде 4 стаканды алдым, бірақ та сіздер егер 3 стаканды алатын болсаңыздар, толық болып шығады. Кейіннен смузиларымызды ыдысымызға құйып болғаннан кейін қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай 2 клубниканы стакандардың үстіне қойдым, солай әрледім. Осымен біздің смузиіміз дайын, жасап көріңіздер.